Құрметті әріптестер, білім алушылар және ата-аналар, 90 жылдық белеске көтерілген университетіміздің мерейтойына үлкен абырой мен табысты жетістіктермен жеттік. Биыл 23 қазанда үкімет қаулысымен жоғарғы оқу орнымызға ұлттық зерттеу университеті мәртебесі берілді. Осы жылы университетте іске асырылған күрделі жобалар мен атқарылған ауқымды жұмыстар жеткілікті. Біздің мақсатымыз ауылдан келген әр балаға озық білім беріп қана қоймай, оларға ұлттық тәлім-тәрбие беру. Сондықтан біз жұмысымызды қорытындылап, жеткен жетістіктерімізді саралап, алдағы мақсат міндеттерімізді айқындап алуымыз қажет. Біздің табыстарымыз бен жетістіктеріміз алдағы 2021 жылда жаңа идеялық ізденістермен, қарышты қадамдармен жалғасын таба беретініне сенім мол. Баршаңызды алда келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтаймын. Уважаемые коллеги, обучающиеся и родители, хочу поздравить всех сельских предпринимателей, работников агропромышленного комплекса, ученых, научно-исследовательских институтов, вузов, зарубежных партнеров с наступающим Новым годом. Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом, продолжить двигаться вперед к новым вершинам. Пусть реализуются все ваши планы и замыслы. В новом году желаю вам оптимизма, хорошего настроения, счастья, творческих успехов и новых свершений. Надеюсь, что наступающий Новый год подарит нам уверенность, спокойствие, удачу и успех во всех наших начинаниях. Жаңа жыл үлкен үміт пен зор сенімнің, шаттық пен қуаныштың жылы болсын. Сіздерге мықты денсаулық, баянды бақыт, отбасыларыңызға амандық, білім мен ғылымды игеру жолындағы ізденістеріңіз бен еңбектеріңізге табыс тілеймін.